Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің айналамыздағы ақпарат. Бүгінгі сабақта сендер ақпарат ұғымымен танысасыңдар, ақпаратты өңдеуді үйренесіңдер, компьютерлік сауаттылық ұғымымен танысасыңдар. Балалар, ойланып көрейікші, ақпарат дегеніміз не? Ақпараттың қандай түрлері бар? Мына суреттерге мұқият назар аударайық. Бұл суреттерде ақпаратты алу жолдары көрсетілген. Яғни біз ақпаратты қоршаған ортадан, мектептегі сабақтардан және мұғалімімізден, отбасы мүшелерінен, анамыздан алады екенбіз. Бұлар сондықтан да ақпарат көздері болып саналады екен. Ақпараттар біз үшін өте маңызды, себебі ақпараттарды қабылдағанда біздің ойымыз бен біліміміз кеңейеді. Ақпарат дегеніміз қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар мен хабарлар туралы мәліметтер, ал қоршаған орта ақпарат көзі болып табылады. Біз ақпаратты көру, есту, иіскеу, дәм сезу және сипат сезу арқылы аламыз. Ақпаратты алуға адамның сезім мүшелері қатысады. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Адамдар ақпаратты пайдалана отырып, белгілі бір мәселені шешеді. Мысалы, тамақты жеп көргенде, оның дәмін ажыратасың. Ал математика оқулығындағы есептің шарты ақпарат, есепті шешу әрекеті ақпаратты өңдеу деп аталады. Сонымен ақпаратты аламыз, қажет болса, өңдейді екенбіз. Ақпараттың өзгеруі оның өңделуі деп аталады. Ал ақпаратты қалай өңдейміз? Ақпараттың көпшілігін компьютердің көмегімен өңдеуге болады. Ал компьютер дегеніміз ақпаратты өңдейтін және сақтайтын құрылғы. Егер компьютермен жұмыс жасауды үйренсең, сенің компьютер сауаттылығың қалыптасады. Компьютерлік сауаттылық компьютерді пайдалана отырып, мәліметтерді оқу, жазу және ақпарат іздеу жолдары. Балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында мына 3 сұраққа жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: ақпарат дегеніміз не? Қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар мен хабарлар туралы мәліметтер, компьютерге қосылатын құрылғы. Қай жауапты таңдар едіңдер? Мен бірінші жауапты таңдадым. Қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар мен хабарлар туралы мәліметтер. Тексерейік. Дұрыс. Балалар, бұл сұрақтың жауабын сендер де дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Келесі сұраққа көшейік. Ақпараттың өзгеруі қалай аталады? Ақпараттың жіберілуі немесе ақпараттың өңделуі? Сендер қай жауапты таңдар едіңдер? Ойланайық. Ақпараттың өзгеруі, ақпараттың өңделуі деп аталады. Жауабымызды тексерейік. Дұрыс. Соңғы сұраққа назар аударайық. Компьютерлік сауаттылық деген не? Компьютерді пайдалана отырып мәліметтерді оқу, жазу және ақпарат іздеу жолдары, немесе ақпаратты өңдейтін және сақтайтын құрылғы. Жақсылап ойланайық, дұрыс жауапты таңдайық. Мен бірінші жауапты таңдаймын. Компьютерді пайдалана отырып мәліметтерді оқу, жазу және ақпарат іздеу жолдары компьютерлік сауаттылық деп аталады. Балалар, сендер де 3 сұрақтың да жауабын дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Балалар, үй тапсырмасы. Ағаштар табиғи ресурстарға жатады. Табиғатта ағаштардың кейбірін адамдар пайдаланады. Сен оған мысал келтіре аласың ба? Ағаштардан адамдар қандай өнімдер алады және де қандай ағаштарды пайдаланады? Осы туралы үйде ақпарат іздеп,
сабақтарда бөлісетін боласыңдар. Және де ағаш туралы ақпараттарды қалай және қайдан алғандығың туралы мәліметтермен бөлісесіңдер. Кері байланыс, SMS әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған білімдеріңнің деңгейі туралы және де сабақтың ұнаған немесе ұнамаған тұстары туралы төменде келтірілген WhatsApp нөмірге немесе имейл, поштаға жолдаңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.